Ең бастысы, ішкі дүниелеріңізді таза ұстаңыздар. Сіздерді Құдай жаратқанда тап-таза, пәк құл қылып жаратқан. Ана әке шешесі, анау мусорный ящиктің түбінде сасып бақсып жатқан бомж бар ғой. Соны да бір кезде әкесі құйрығын иіскеп, шешесі аузына шайнап тамақ салып, сонда бір тап-таза мөп-мөлдір сәби болған. Бірақ шатасудың арқасында, дұрыс дос таңдамағанның арқасында, уақыт пен мына нығметтің қадірін білмегеннің арқасында сасып бақсып қасынан өткен адам мұрнын басып өтетін бір адамға айналды. Ол адамның да әлі де тура жолға түсіп кетуіне мүмкіншілігі бар. Сондықтан мөлдіреп отырсыздар. Осы мөлдірлікті, тазалықты ішкі сыртқы дүниелеріңізде қабыстыра алсаңыздар, одан бетер биіктей бересіздер. Сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны, дей бергін бауырым басыңа қырсық орнады. Адам дегеннің аяқ астынан сорлауы, сүрініп кетіп, бүлініп жүрсең болған дейді. Бір сүрініп кетсең, сенің қолыңды тартатын адам аз, бірақ ары қарай итеріп жіберетін пенде көп. Міне осыны ұғыныңыздар. Сүрінбеңіздер, сүрінсеңіздер, тез есіңізді жиып, еңсеңізді көтеріп, Құдайдан үмітіңізді үзбей, біліміңіз бен еңбегіңізге сүйеніп, әке шешеңіздің ақ батасы мен туысқандарыңыздың ризашылығын тұғыр қылып, алдыға қарай жылжи беріңіздер.